сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі, ерекше, оңай құралатын құрақ құраймыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 10-10 болатын көк матамыздан 1 штук, және де ені 6 см болатын осындай көк лента, және де ені 4 см болатын осындай ақ ленталарымыз қажет. Сонымен қоса көлемі 7x7 болатын осындай қызыл матамыздан 8 штук қажет, және де оның осындай ортасын сызып аламыз. Және де көлемі 7x7 болатын ақ матамыздан 8 штук қажет. Құрағымызды бастаймыз. Ең алдымен көлемі 7x7 болатын ақ және қызыл матамызды бір-біріне оң беттерін беттестіріп, осы ортасында сызылған сызықтың екі жағына 2 тігіс түсіреміз. Осылай барлығын тігіп шығамыз. Екінші, көк және ақ ленталарымызды біріктіріп тігеміз. Дәл видеодағыдай міне көктің екі жағына ақ лентамызды осылай тігіп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай мінекей көктің екі жағына ақ лентамызды тігіп аламыз. Келесі осы төртбұрыштеріміздің ортасындағы сызықтың екі жағына тігіс түсіреміз. Және де ортасын қиып шығамыз. Мінекей осындай төрт бұрышты шықты. Осы төрт бұрыштарымызды 4-4-тен осылай біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Сол кезде бізде 4 блок шығатын болады. Барлығын осылай қойып тігіп шығамыз. Мінекей біздер тігіп алдық. Ендігі кезекте осы тігілген блогымызға көк матамызды, яғни 10-10 көк матамызды қойып, осымен бірдейлестіріп жан-жағын қиып шығатын боламыз. Мінекей барлығын осылай жан-жағын қиып шығамыз. Содан кейін мына тіккен лентамызды, яғни көк пен ақ араласқан лентамызды да қиып алатын боламыз. Көк матамызды осылай үстіне қойып, осыдан да 4 штук қиып алатын боламыз. Мінекей барлығын дайындап алдық қиып. Енді осыларды орналастырамыз. Дәл видеодағыдай орналастырып, ортасын біріктіріп тігіп шығамыз.
тігіп болғаннан кейін міндетті түрде тігістерін өтекпен бастыратын боламыз. Сол кезде біздің құрағымыз әдемі көрінетін болады. Мінекей біздің оңай әрі ерекше құрағымыз дайын болды. Егер менің осы құрағым ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.